Құрметті бүгінгі біздің семинар қатысушылары, қазір біз семинарымызды бастаймыз, өйткені уақыттың тығыздылығына байланысты. Сол себепті қосылатын адамдарды кейіннен өзім қабылдай беретін боламыз. Саламатсыздар ма, құрметті парасаттылық мектебінің және саналы ұрпақ ұйымының мүшелері, студенттер және осы ұйымның жетекшілері, мүшелері. Бүгінгі біздің тақырыбымыз негізінен осы таза сессия, яғни өздеріңіз білесіздер, жылына 2 рет бізде қыс және жаз айлары таяған уақытта колледжімізде дәстүрлі түрде таза сессия акциясы ұйымдастырылады. Осы акция аясында бүгін біз сіздермен семинар сабағын өтіп жатырмыз. Сіздердің таза сессия жайлы түсініктеріңізді қалыптастыру мақсатында, жалпы таза сессияның мақсаты не, бұл акция қашаннан бері ұйымдастырылып жатыр, және де осы сессияны ұйымдастыру барысында сіздердің талап етілетін дүниелер жайында бүгін сіздермен мәлімет беретін боламыз. Жалпы өздеріңізге белгілі, біз қазір кезде жаңа қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Бұрынғыдай көке жәке дейтін осындай терминдерден алыстап, қазір кезде саналы, кемел жан ретінде білім мен ғылымның ғасыры дейміз, 21-ші ғасырда. Сол ғасырда өмір сүріп жатқан саналы жандармыз. Осы саналы жандарды, яғни жастарды бойында адамгершілік қасиеттерді негізінен қалыптастыру мақсатында, өздеріңіз білесіздер, бүкіл білім ордаларында бізде неше түрлі сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұйымдар, сонымен қатар балдардың, жастардың жалпы дамуына байланысты бірнеше ұйымдар жұмыс атқарып жатыр. Қазірдің өзінде өздеріңіз білесіздер, достық деген, ақиқат сынды бірнеше дебат клубтар студенттер игілігіне қызмет атқарып жатыр. Бүгінгі біздің негізгі тақырыптың төңірегіне үңілетін болсақ, акцияның негізгі мақсаты бұл құқықтық сананы және студенттердің белсенді азаматтық позициясын қалыптастыру, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының негізінде көріністер таба отырып, төзбеушілік сынды іс-әрекеттерге қарсы күресу болып табылады. Таза сессия бастамашыларының осы бастаманы негізгі мақсаты, қолға алудағы негізгі мақсаты болып, біз айта аламыз, бұл жасөспірімдерге сыбайлас жемқорлық деген не, және оның салдары қандай болуы мүмкін екендігін түсіндіру. Акцияның негізгі мақсаты бұл жалпы өзіміз айтып өткендей құқықтық сананы жастардың арасында қалыптастыру, және де әділ және мөлдір сессия миф еместігін дәлелдеу болып табылады. Білім ортасындағы бейресми қарым-қатынастар мен сыбайлас жемқорлықтың көріністерін мүлдем түп тамырымен жойып тастау, және де бүгіндегі біздің басты емтихандағы басты біздің құралымыз, бұл біздің шпаргалкамыз емес, я болмаса көке-шекеміз емес, ең басты құралымыз бұл біліміміз бен сапалы дайындық екендігін сіздерге ұқтыру болып табылады. Жалпы осы таза сессия арқылы біз қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа байланысты бүкіл көріністердің барлығын нөлдік дәрежеде төмендетіп, төзімділікпен қалыптастыруға, студенттердің құқықтық сауаттылығын барынша арттырып, саналы, кемел жан ретінде тәрбиелеуге бағытталған. Өздеріңіз белгілі, бірінші курстарсыздар көбісіңіз, бірінші курстарда бізде шілде айында сабақ бітеді, одан кейін сіздерде емтиханға дайындық басталады. Емтихан сіздерде 5 пәннен жүретін болады. Негізгі пән әрине бұл Қазақстан тарихы, математика, физика және қазақ әдебиеті, орыс тілі және әдебиеті сынды пәндерде болып өтеді. Осы пәндерде мен сіздерге емтиханда сәттілік тілей отырып, барша сапалы білімдеріңізді көрініс табып, сол жақсы балл, я болмаса жақсы бағаға қорғап шығуларыңызға мен сәттілік тілеймін, және де өздеріңіздің осы жылы 1 жылдық білімдеріңізді көрсете алуларыңызға тек қана мен сенемін және сіздерге сәттілік тілеймін.